Мен ютубтан әртүрлі видеолар көремін ғой. Как повысить продуктивность, как откуда взять энергию деген. Солардың көбісінде айтады, жаңағы энергия беретін бұл спорт дейді. Спорт. То есть бір жағынан былай қарасаң, жаңағы спортпен айналысып жатқан, мысалы тренажеркада жаңағыдай мысалы приседания істеп жатқан, жаңағыдай турникқа тартылып жатқан кісілерді көрсең, ойлайсың ғой, на первый взгляд, что человек теряет энергию деп. Но на самом деле олай емес. На самом деле олай емес екен да. Жаңағы адам наоборот жаңағы күш жұмсағанда у него появляется еще больше энергии. Вообще энергияға келіп тоқталып келсек, мен алдында бір нені көргем, типа мастер-класс масонов деген бар ғой. И сол жерде айтылады да, жаңағы сол жерде андай не туралы көп айтылады, энергия туралы. Энергия, еще раз энергия дейді. В общем, энергия деген бұл өмірде өте маңызды дейді да. Өйткені адамда энергия болмаса, ол ешқандай жетістікке жете алмайды. Адамда желаниясы болып тұрып, пландары болып тұрып, энергия болмаса бітті. Адам обречен на провал дейді ғой. Сондықтан энергияға өте маңызды қарау керек.